Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді 20 минутта сковородкада дайын болатын, яғни мантоваркасыз дайын болатын мантының жасалу жолымен бөлісетін боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін достар, ең бірінші кезекте қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды илеу үшін осындай бөлек ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Және де осы жылы судың үстінен 1 шай қасық қантымызды салып толықтай араластырамыз. Қантымыз толық араласып еруі керек. Енді осының үстінен жарты шай қасық аштығымызды салып, бетін шамамен 5-10 минутқа жауып қоямыз. Жаңағы аштығымыз көтерілуі керек. Неке достар, уақытымыз өтті, аштығымыз өз бабында еріп көтерілді. Енді осының үстінен 1 шымшым тұз салып, қамырымызды жұмсақ етіп илейміз. Неке достар, қолымызбен біріктіріп, жұмсақ етіп қамырымызды илейміз. Естеріңізге сала кетейін, видеоның төмен жағында описание бөліміне керекті ингредиенттердің көлемін жазып қоятын боламын. Достар, қамырымызды біріктіріп илеп алдық. Енді осының үстінен сәл ғана осылай сұйық майымызды құйып, қамырымызды майлап қоямыз. Енді бұны шамамен 35-40 минутқа жылы жерге ашытуға қоямыз. Біз оған дейін жаңағы ішіне қосатын начинкамызды, яғни салмасын дайындаймыз. Осылай фарш немесе туралған ет болса да болады. Мен етті ұсақтап алдын ала турап алдым. Және де осындай ұсақтап туралған май, және де өте ұсақ майдаланып туралған пияз керек болады. Неке достар, барлығын араластырдық, қосып дайындап алдық. Енді бұның дәмдеуіш ретінде осындай 1 ас қасық, 1 шай қасық зира қостым, және де татымына қарай тұз саламыз. Неке достар, барлығын салып қосып алдық. Енді бұны жақсылап араластырамыз. Енді осының үстінен 1 ас қасық көлемінде осындай сұйық май құйып тағы да араластырамыз. Неке достар, осымен біздің салмамыз дайын. Біздің қамырымызда осылай көтеріліп, ашып дайын тұр екен. Шамамен 35-40 минут уақытымыз өтті. Енді бұны қолымызбен біріктіріп, осылай илеп аламыз. Қолымызбен бір басып ыңғайлап илеп алдық. Енді бұны жаңағы мантының формасын жасауға көшеміз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, қысқартып, кішкентай бөліктерге тағы да бөлеміз. Шеттерін жинап, осылай ұсақ кішкентай жайма-жаюға ыңғайлап, домалақтап дайындап қоямыз. Неке достар, барлығын бір қатар, бір ыңғай осылай дайындап алдық. Енді құрғағын сеуіп, осылай кішкентай бөліктерде жаймамызды жаямыз. Бұл жерде естеріңізге сала кетейін, қамырымыз ашығандықтан шеткі бөліктерін жұқартамыз. Және де ортаңғы бөлігі сәл қалыңдау болуы керек. Өйткені қазір мантымызды түйген кезде жаңа түйілген жері өте қалың болып кетпес үшін. Неке достар, ортасы қалыңырақ, шеті жұқа болды. Енді осыны мінекей видеодағыдай түйеміз. Неке достар, өте әдемі болды. Тура осылай барлық мантымызды бір келке етіп түйіп дайындаймыз. Енді бұны сковородкада алдын ала қыздырылған майға осылай аз ғана мөлшерде май құямыз. Тек қана түбіне жетсе болды. Тура осылай. Неке майымызды құйып, майымыз әбден қызғаннан кейін осылай мантымызды бір-бірлеп салып, тек астыңғы бөлігін ғана осылай қызартып қуырып алдық. Енді бұны екінші
бетіне қарай ауыстырамыз. Осылай достар, екі жағында кезек аударып отырып, екі жағында осылай сәл ғана қызартып, қуырып дайындап алдық. Енді бұның үстіне ортасынан келетін аз ғана мөлшерде су құямыз. Су құйғанда достар, абайлаңыздар, егер май қатты ыстық болып тұрғанда өзіңізге шашырауы мүмкін. Сондықтан табаның астын сәл азайтып барып, осылай су құямыз. Мінекей достар, екі жағы да толықтай қызарып қуырылды. Енді бұған осылай су құйып, суы тартылғанша қайнатамыз. Шамамен бір жағын 10 минуттан осылай қайнатып пісіріп аламыз. Мінекей достар, екінші жағында аударып осылай су құйып қайната отыра, осылай сковородкада пісіретін мантымызды пісіріп дайындап алдық. Мінекей достар, осы рецепт арқылы барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болды. Майы да, суы да өзінің ішіне сіңіп, өте дәмді болған. Және де достар, осылай ішіндегі начинкасы да толықтай пісті. Достар, осы рецепт арқылы барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, немесе осы видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар.